Іш қатуды бір жола азайту үшін ең маңыздысы ішекті үнемі қозғап тұратын әдет қалыптастыру. Қарапайым 3 қадам. Бірінші, суды жеткілікті ішу. Күні бойы суды бөліп ішіңіз. Талшықты көбейтсеңіз, суда жеткілікті болуы керек. Екінші, талшықты тағамда көбейту. Көкөніс, жеміс, сұлы, қарақұмық, бұршақ, тұқымдастар, қара өрік сияқты тағамдарды біртіндеп қосыңыз. Талшықты күрт көбейту керісінше кебуді күшейтуі мүмкін. Үшінші, күн сайын қозғалу дәрет әдеті. Кемінде 20-30 минут жүру пайдалы. Дәрет шығарғанда ұстамай, күн сайын бір уақытта дәретханаға баруға дағдыланған дұрыс. Іш қату жиі қайталанса, бірнеше аптаға созылса, нәжісте қан болса, қатты іш ауырса, құсу немесе себепсіз салмақ жоғалу байқалса, дәрігерге қаралған жөн. Бір жола құтылу үшін оның нақты себебін анықтау мүмкін. Егер мақсат іш қатуды дәрісіз және клизмасыз жеңілдету болса, көбіне күнделікті әдеттерді түзету жеткілікті. Бірақ іш қатудың себебі әр адамда әр түрлі. Дәрісіз емдеудің негізгі әдісі. Бірінші, суды дұрыс ішу. Күні бойы суды аз-аздан ішіңіз. Таңертең тұрғаннан кейін бір стакан жылы су ішіп көруге болады. Бірақ суды шамадан тыс ішудің қажеті жоқ. Екінші, талшықты біртіндеп көбейту. Күнделікті рационға көкөністер, алма, алмұрт, киви, қара өрік, сұлы және қара құмық, бұршақ тұқымдастар, тұтас дәнді нан қосыңыз. Талшықты бірден көп мөлшерде жесеңіз іш кебуі мүмкін. Сондықтан біртіндеп көбейткеніңіз дұрыс. Үшінші, қозғалыс. Күн сайын 20-30 минут жаяу жүру ішектің қозғалысын жақсартуға көмектеседі. Ұзақ уақыт отырып қалмауға тырысыңыз. Төртінші, дәретханаға бару әдетін қалыптастыру. Таңғы астан кейін 10-15 минут тыныш отырып көруге болады. Шақыру келген кезде дәретті ұстап жүрмеңіз. Асықпай қатты күшенбеңіз. Бесінші, дәретханадағы қалыпты өзгерту. Аяқ астынан кішкентай тіреуіш қоюға болады. Бұл тізені жамбас деңгейінен сәл жоғары көтеріп, ішекті босатуды жеңілдетуі мүмкін. Алтыншы, тамақтануды реттеу. Фастфуд өте өңделген тағам, көп мөлшердегі тәтті және талшығы аз рационды азайтып, көкөніс пен тұтас дәнді өнімдерді көбейткен дұрыс. Клизма ішекті уақытша босату мүмкін, бірақ созылмалы іш қатудың негізгі себебін емдемейді. Сондықтан оны үнемі қолдану дұрыс емес. Дәрісіз тәсілдерді бірінші кезекте қалыптастырған жөн. Қашан міндетті түрде дәрігерге қаралу керек? Егер іш қату 3 аптадан ұзақ сақталса немесе жиі қайталанса, себебін тексерткен дұрыс. Ал іштің қатуы, ауруы, іштің қатты кебуі, құсу, нәжістен қан, қара нәжіс, қызу немесе газда нәжістен шықпай қалу болса, медициналық көмек қажет.